Құрметті біздің каналдың көрермендері, сіздердің назарларыңызға шөп дробилкасын көрсеткіміз келіп тұр. Универсалды шөп дробилкасы, сеткасы ауысады. Сеткасына байланысты шөптің ірі майдашуы, сеткасына тесіктерін өзгертуге болады. Және де мұны оңай ауысады сеткасы. Бұл майда сетка, және де ірі сеткасы жүреді. Майда сеткасымен жүгері сотығымен тартуға болады. Жемді де тартады, бірақ жемді ірі тартады. Қой мен жылқыға келеді, тауыққа келеді, құстарға келеді. Бірақ сиыр малына кішкене ірілеу болып шығады. Негізгі жұмысы шөп майдалау. Үстіндегі ыдысы шешіледі, астына моторы тікке қосылған пышағына үстіңгі бөлік шешіледі, пышақты ремонттағанға, қайрағанға үстіңгі воронкасы. Ал екінші дробилканы назарларыңызға көрсетейін дегеніміз, бұның үстіңгі ерекшелігі тюк жарғанға арналған. Өзінің столы бар, шөп ары-бері шашылмау үшін өте ыңғайлы. Егер де шөптеріңіз тек қана тюк болса, осы сары дробилканың үсті өте ыңғайлы болады. Бұның да сеткасы ауысады. Тюктарға өте ыңғайлы, шөп ешбір шашылмайды. Бірінен кейін бірін сала бересіздер, бір қоқым қалмайды. Өте аккуратно, таза жұмыс істегенге ыңғайлы. Ал егер де шөптеріңіз тағы да рулон шашылған шөп болса, онда әрине мынандай домалақ үсті ыңғайлы. Және де жүгері сотығымен жарсаңыз да осындай домалақ үсті ыңғайлы. Үстінде не палаткамен, не темірмен шектеледі де, сонымен жүгері сотығымен тартасыздар, сонда үстіне шашыратпайды. Ал енді тюк жаратын болсаңыздар, осы дробилка ең ыңғайлысы тюк жарғанға. Жоңышқаны өздеріңіз білесіздер, кескен кезде көбісі шашылып кетеді. Жоңышқаға өте тамаша келеді. Және житняк, басқа шөпке де. Достар, сіздердің назарларыңызға бордақылау алаңына өте қажетті дүние. Мынау шөп, жем турайтын ұнтақтағыш деп айтайық. Осы дробилканы назарларыңызға ұсынамын. Өзіміздің отандық өнім, өзіміздің қазақ бауырлары жасап жатыр екен Алматы қаласында. Осы YouTube арнасына өтіп тіркеліп кетсеңіздер болады. Және WhatsApp нөмірін қалдырамын, осында хабарласып, осымен байланысқа шықсаңыздар болады. Бұл жерде 220 вольттан бастап тракторге дейінгі үлкен көлемдегі дробилкалар жасап шығарып жатыр екен. Вот дробилка универсальная, вот грубой сеткой. Сено выходит уже рыхлой, уже мягкой. Фракцию можно делать меньше, больше. Столик показал себя очень даже замечательно. Очень удобно. Вот. Все сено остается здесь. То есть на полу практически чисто. Это вот то, что принесли. Очень удобно для тюков.